Халық IPO бағдарламасы шеңберінде акцияға жазылу қарқынды жүріп жатыр. Қарашаның 21-іне дейін тұрғындардан 3923 тапсырыс түскен. Жекелеген инвесторлар жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеге 3,39,141 дана акция сатып алуға даяр. Әсіресе Ақтөбе облысы, Алматы мен Астана қалаларының тұрғындары ерекше белсенді. Осы орайда мәжілісмендерді болашақ халықтық акционерлердің құнды қағаздары қаншалықты қорғалғаны алаңдатады. Әлемдік тәжірибеде акционерлерді қорғаудың амалдары қарастырылады. Тиісті нормативтік құқықтық актілер болады. Ал біздің жағдайда брокерлердің қызметіне бақылау бар ма? Олардың қаншалықты сенімді екенін тексеріп, арнайы рейтинг жасалама. Брокерская компания, Бізде акция қағаз түрінде басып шығарылмайды. Құнды қағаздардың бәрі бірдей орталық депозитарийдегі есептік жазба түрінде сақталады. Бұл әлемдегі ең қауіпсіз, ең мүлтіксіз қорғалған жүйе деуге болады. Өйткені бәрі тек есептік жазба түрінде сақталады. Нақты акционердің рұқсатынсыз брокер оны кепілдемеге қойып, басқа да күмәнді әрекеттер жасай алмайды. Халық IPO-ның екінші толқынында әсіресе аймақтарға, ауылдарға ерекше екпін түсіріліп жатыр. Халық қалаулыларына кең таралған Қазпошта желілерінің артықшылықтары айтылды. Өйткені барлық келіп түскен тапсырыстың 72%-і Қазпоштаның 3000-нан астам филиал бөлімшелерінде рәсімделген. Өз кезегінде Кегок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бақытжан Қажиев кәсіпорын Европаның ең сенімді компаниялары деңгейінде екенін айтты. Сол себепті халықтық акционер атану мүмкіндігін мүлт жібергісі жоқ. Әр азамат Қазақстанда өздерінің қаржыларына, қалталарындағы қаржыларына байланысты акциялар сатып алады. Мен де өзі жанұямен бірге сол акцияларды сатып аламын. Қанша сатып алатын енді өзі қаржыма байланысты. Компания таза табысының 40%-дан кем болмайтын үлесін дивиденд ретінде төлеуді жоспарлап отыр. Халық IPO бағдарламасының артықшылықтарын түсіндірген ашық дәрістерге бүгінгі күнге дейін 5000 адам қатысты. Жазылу мерзімі аяқталған тұста жекелеген инвесторлардан алынған құнды қағаздарды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сатып алады. Желтоқсанның 19-нан бастап акциялар Қазақстан қор биржасында еркін айналымға жіберіледі.